Табиат біздің достымыз рубрикасының нөвбеттегі санында кептер хақында бірнеше мағлұматларға ие боламыз. Кептер инсанға ең жақын болған құслардың бірі. Оларды дүнияның дерлік барлық мемлекетінде ұшырату мүмкін. Кептерлер дикарынан қала һәм ауылларды жасауға жақсы бейімлескен. Себебі олар адамлар құрған имаратлар, үйлердің төбелерінде һәм майдаларында ұя салады. Кептердің денесі орташа үлкенлікте, қанатлары болса күшлі болады. Олар әр түрлі реңде ұшасады. Ақ, күлрең, қара, қоңыр. Кептерлер арасында ақ кептерлер айрықша орын тұтады. Кептерлер дәнлер, тұқымлар, майда жәліклер менен азықланады. Олар жүда таза құслар болып, бархоллап, пәрлерін тазалап жүреді. Олардың есту һәм көру қабілеті жақсы рауажданған. Сол себепле әйемде кептерлер почта кептерлері сипатында кең қолданылған. Олар ұзақ аралықтан да ұясына қайтып келу қабілетіне ие. Кептерлер бір жұп болып жасайды. Ұялары апуайы кішкене болуына қарамастан палапалларына жүда мехір менен қарайды. Олар екі маектен қояды. Жұпласқан кептерлер маеклерін кезекпе-кезек басады. Ал шөжелерін екеуі біргелікте асырайды. Инсаният тарихында кептерлер ахметлі орын иелейді. Олар әйемнен мехір, тынышлық һәм садықлық тымсалы сипатында суретленген. Көплеген афсаналар, қосықлар һәм ертеклерде кептерлер мұхаббат һәм мейірім шәпәт тымсалы сипатында ұшырасады. Жасыл аймақларда, демалу орынларында, майдалларда адамлар кептерлерге дән салады, су береді. Сол себеплі кептерлер адамнан қашпайды, ал керісінше достық мөнәсәбәтендә болады. Достар, табиат біздің достымыз рубрикасының бүгінгі санында кептерлер хақында қызыклы мағлұматларға ие болдыңыз.